Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осы сумканы фермуаре тігіп үйрететін боламын. Тігу өте оңай. Бір-екі нюанстары бар, әрине соның барлығын осы видеомда сіздерге толығырақ айтатын боламын. Сумкамызды ашқанда міне осылай тұрады. Жоғарғы бөлігін жабуға да болады, мен осылай қалдырған болатынмын. Астыңғы бөлігі де өз формасын жақсы ұстайды. Бұл жерде мен барлық жерін крючокпен жасаған едім. Бірақ видео басында көп видеоларды қарай отыра мен бір жағын крючоксыз тігіп бастаған едім. Бірақ жасалып болғаннан кейін сол жағым ішіне қарай қисайып тұрады екен. Сондықтан сіздерде олай болмау үшін мен сіздерге барлық жерін крючокпен тігуге кеңес беремін және видеода қалай крючокпен тігу керектігін үйретемін. Міне көріп отырсыздар, осы жағы крючоксыз болғасын, бос болғандықтан өзінің формасын ұстамай тұр. Басында негізі крючокпен тігуге қорыққанмын, өйткені жабылмай қалама деп, бірақ бір жағын все равно крючокпен тіге берген едім. Сол дұрыс екен. Көп видеоларда соны айтпайды екен. Ал мен барлығын сіздерге айтатын боламын. Сондықтан кеттік. Қандай нәрселер керек, қалай жасаймыз, бәрін түсіндірейін. Мен бірінші қажетті заттармен сіздерді таныстыра өтейін. Бізге 8 мм-лік жемчуг тасы керек. Ортасы міндетті түрде үлкен болғаны жақсы. Себебі бізде крючок болғандықтан бірнеше лескіміз ортасынан өтеді. Одан кейін біздің қайшымыз және осы лескіміз керек. Ол 0,5 мм-лік. Басқа миллиметрді алмауға кеңес беремін. Себебі жұқалар үзіліп кетеді, ал қалыны өтпейді. Және осындай фермуар қажет болады. Менің фермуарымның ұзындығы 20 см. Осындай золотой түсінен алған болатынмын. Әртүрлі түстері бар, өзіңіздің ұнатқаныңызды алсаңыз болады. Фермуарымыз осылай 180 градусқа ашылады. Біз сумкамызды тіккен кезде де осылай ашылатын болады. Ең алдымен осылай фермуарымызды ашып аламыз. Енді осылай ашылған бойда біз кері қарай айналдырамыз. Тігу үшін осы жоғарғы бөлігіне біз тігетін боламыз моншағымызды. Жапқан кезде осылай төменге қарай жабылады, шатасып кетпеңіздер. Осындай ұстайтын жағын мен оң жағына қаратып алдым. Тексте қойып алғасын өзімізге керекті өлшемде лескімізді қиып аламыз. Лескіміз тым ұзын етіп те алмаңыздар, тым қысқа етіп те алмаңыздар. Ұзын етіп алсаңыздар, бір-бірімен байланып, өздеріңізге жұмыс істеуге қиындық тудырады. Және қолыңызға мен сияқты лейкопластырь байлап алсаңыздар болады. Мен видео барысында ыңғайсыз көрінгендіктен алып тастаған болатынмын. Сіздер уже жұмыс істей барысында байқайсыздар, қолдарыңыз крючоктан, ортасына біз крючок тағып тігеміз ғой, сол кезде крючоктан қолдарыңыз ауыратын болады. Сондай болмас үшін мен тағып алған едім. Жемчугымды осылай ыңғайлы етіп салып алдым. Енді біз сумкамызды тігіп бастаймыз. Ең алдымен лескамыздың бір бөлігін өткізіп алатын боламыз. Бірінші және екінші тесігімізден өткізіп аламыз. Жоғарғы жағынан салып, екінші тесігімізден шығаратын боламыз. Лескамыздың ұштарын бірдей қылып тартып аламыз. Енді біз сол жақ бөлігімізге бір жемчуг өткіземіз. Оң жақ бөлігіміздегі лескімізді осы жемчугымыздан кері қарай өткізіп тартып алатын боламыз. Бұл бізде алғашқы қатарымыз болатын. Осыдан кейін сіздерге өзімнің үйде бар қара фермуарыма ары қарай үйреткен едім. Себебі бірінші видеомда мен крючокты тағуды басында көрсетпедім. Жаңағыдай бірінші моншағымызды өткізіп алғаннан кейін сол жағымызға 3 моншақ өткізіп аламыз. Және сол лескімізді кері қарай соңғы 3-ші моншақтан артқа қарай өткізіп осылай крючок жасап аламыз. Енді бұл крючогымызға екінші жақтағы лескімізді ортасынан өткіземіз. Және моншақтарымызды қаттырақ тартып, крючогымызды моншақтың ортасына орналастырамыз. Бір жағында қалып қоймасын, әйтпесе сіздердің сумкаларыңыз әдемі шықпайды. Осылай ортасында екі жағынан да сіздің лескіңіз көрінбей тұру керек. Енді оң жағымыздағы лескімізға бір моншақ өткізіп аламыз. Одан кейін енді осы жерде мұқият болыңыздар. Біздер жаңа бірінші, екінші тесіктен өткізіп бірінші қатарды жасаған едік. Енді екінші қатарымыз бізде ол үшінші, төртінші болады. Біз үшке емес, бір тесікті тастап отырып, төртінші қатардан өткізіп, үшінші қатардан қайтып шығарамыз. Видеода байқасаңыздар, барлығын түсінікті етіп айттым. Міне төртінші қатардан мен төменге қарай кіргізіп жатырмын. Енді үшінші қатардан жоғарыға қарай шығаратын боламын қайтып лескімді. Неге шығарып алдым, енді жаңағы өткізген моншағымыздан кері қарай осы лескіні өткізіп аламын. Сонда бізде жаңа рядтың бірінші моншағы дайын болады. Осылай фермуарға барлық моншақты орналастырамыз. Моншақтарымызды осылай қатты тартып отырыңыздар, лескілеріңіз бос болмасын. Енді біз сол жағымыздағы лескімізға 2 моншақ өткіземіз. Біздер бірінші қатарда 3 моншақ өткізген болсақ, енді келесілерінде осылай 2 моншақтан өткізе береміз. Міне екінші моншақты өткізгеннен кейін оған бірден крючокты өткізіп жібереміз. Крючок жасау өте оңай. Крючок біздің моншағымызды мықты ұстап тұрады, яғни сумкамыз өте мықты болады. Қай жеріне қиып жіберсеңіз де сумкаларыңыз шашылмайтын болады.
міне осылай міндетті түрде крючогымыз моншақтың ортасында қалуы керек. Енді әрі қарай сіздерге сары фермуарды үйрете беремін. Неге қарада көрсетті десеңіздер, мен басында крючокпен тікпегендіктен сіздерге көрсете алмадым видеода. Сондықтан қара фермуарға сіздерге крючокты қалай қолдану керектігін ең басында қателесіп кетпесін деп, мен сияқты бір жағы қисайып қалмасын деп сумкаларыңыз осылай үйретіп жіберіп жатырмын. Жаңа қатарға да дәл жаңағыдай бір моншақты ең бірінші өткізіп аламыз лескамызға моншақтағы. Одан кейін бір тесікті қалдырып отырып, екінші тесіктен өткізіп, жаңа қалдырып кеткен тесігімізден кері қарай айналып, жоғары қарай шығамыз. Одан кейін жаңағы жемчугімізден кері қарай өтеміз. Солай біздің жаңа қатарымыздың бастамасы болады. Жоғарғы бөлігіне осы жерден бастап мен крючок көрсеткен екенмін. Жоғарғы бөлігіне дәл жаңағыдай крючок жасаймыз. Жоғарғы бөлігіне екі моншақты өткіземіз. Сосын крючогымызды жасаймыз екінші моншаққа, яғни екінші жақтағы лескамызды содан өткізіп, қатты тартып, крючогымыз міндетті түрде моншақтың ортасында қалатындай етіп өткізесіздер. Осы кезде осы жемчугтың ортасының үлкен болғаны бізге жақсы. Міне достар, дәл осылай қайталай береміз. Крючокпен тігеміз барлық жерінде. Қазір ортаңғы бөлігіне келгенде сіздерге тағы да түсіремін. Міне мен ортаңғы бөлікке шейін крючокпен тігіп келдім. Қарасаңыздар, формасын өте жақсы ұстап тұрады моншағымыз. Әрі қарай лескамыз бітіп қалатын болса, қалай жасау керектігін осы жерде сіздерге көрсетіп жіберейін. Мысалға менде лескам осындай етіп қысқарып қалды. Ең бірінші осылай соңғы крючогымызды тақпас бұрын біз жаңа лескамызды ортасынан өткізіп аламыз. Бұл бізге, егер моншағымыздың ортасындағы тесік кішкентай болса, осылай істесеңіздер болады. Егер үлкен болса, крючокты тағып алып та соңынан таға берсеңіздер де өтеді екен. Мен сіздерге осы жолды осы жерде көрсетіп жібергім келді, өйткені сіздерде моншақ қандай болатынын білмеймін ғой. Сондықтан міне осылай ең бірінші новый лескамызды тағып аламыз. Одан кейін жаңа крючогымызды тартып, қалған біздің лескамызды артқа қарай көрінбейтіндей етіп кіргізіп жіберетін боламыз арттағы моншақтардың арасына. Сосын қалған бөлігін қиып тастаймыз. Сол кезде біздің крючогымыздан біздің моншақтарымыз шықпайды. Ал ары қарай жаңа лескамызбен жалғастыра береміз. Фермуарымыздың соңына келгенде мен сияқты сіздерде де осылай бір тесік қана қалуы мүмкін, екі тесіктің орнына. Ол кезде не істейміз? Міне осылай бір моншағымызды өткізіп алғаннан кейін жаңағы сол бір тесігімізден төмен қарай өтетін боламыз. Біз негізі ортасына бір тесік тастап, екінші тесіктен кіруіміз керек еді. Бұл жерде біреу болғандықтан содан өте береміз. Ал екінші тесікке біз арттағы моншақтың жаңағы соңғы тесігінен қайтадан жоғары қарай шығаратын боламыз. Шығарып алғаннан кейін жаңағы өткізген моншағымыздан кері қарай өткіземіз. Сонда біздерде соңғы ряд осылай аяқталады. Енді бұл жерде байқап отырсаңыздар, соңғы ряд болғасын біз енді сол жағына емес, оң жағына өткізетін боламыз моншақтарды. Неге екі моншақ өткізіп алдым, сол екінші моншаққа крючок жасайтын боламын оң жағынан. Сосын оны тартатын боламыз. Сонда біздің лескамыз жоғарғы жаққа ауысатын болады. Мана бізде жанынан келе жатса, енді жоғарғы жағына ауысады. Енді осы жоғарғы жағынан бастап жаңа бойды бастаймыз. Крючогымыз моншақтың ортасында қалғанына мұқият болыңыздар. Енді осының жоғарғы жағына жаңа қатарды бастайтын боламыз. Осылай біз 4 қатарды жасаймыз бір жаққа. Екінші қатарда біз осы оң жағымызға 3 моншақты өткіземіз. Жаңа қатардың басында міндетті түрде біздер 3 моншақ өткіземіз, одан кейін 2 моншақпен жасай береміз. Осы соңғы моншаққа крючогымызды жасап, келесі жақтағы лескамызды ортасынан өткіземіз. Сол кезде біздің екі лескамыз енді жоғарғы жақтан жанына ауысады. Сосын біз төменгі жақтағы жаңағы сол жағымыздағы лескамызды төменгі жақтағы жемчугімізден өткізіп аламыз да, ал жоғарғы жақтағы, яғни оң жақ қолымыздағы лескамызға 2 моншақ өткізіп, екіншісіне крючок жасап жалғастыра беретін боламыз. Видеода сіздерге барлығын түсініктетіп көрсеттім. Сіздер деген менің сөзімнен түсінбей жатсаңыздар да, видеода анығырақ көрсетуге тырыстым. Осылай біздер 4 қатар жасаймыз. Ар жағынан қалай бұрылуды, бер жағынан қалай бұрылуды түсінді деп ойлаймын сіздерді. Жаңа лесканы тағуды да түсінген шығарсыздар, иә. Міне осылайша екінші қатарды да аяқтап қалдық. Екінші қатарда дәл манағыдай осы шет жақтағы лескамызға біз 2 моншақ өткіземіз. Осы екінші моншаққа біз крючок жасап, оны тартқан кезде біздің лескамыз жоғары қарай ауысады. Одан кейін бізде уже бұл жақта сол жақ лескамызға
3 моншақты өткізіп жаңа қатарымызды бастаймыз. Видеода крючок деп айтып, мына жерде неге крючок салмады деп ойламаңыздар. Себеп айтқан болатынмын, осы жақта именно мен крючок істеп едім, сондықтан формасын ұстамай қалды. Сондықтан мен айтқан жердің барлығына крючок салып отырамыз. Осылай біз 3-ші қатарымызды жалғастыра береміз. Арғы жақтан 4-ші қатарды бастап, осы жаққа келіп аяқтаймыз. Бірақ лескаларыңыз ұзын қалса қалдырып қойыңыздар. Өйткені жоғары қарай алып кетуге болады оны. Екінші жағымызға да дәл осылай 4 қатар жасаймыз. Сіздерде де дәл манағыдай бір тесік қалатын болса, мен көрсеткендей етіп істейсіздер. Менде екі жағынан да бір тесік қалды. Мен дәл манағыдай сол тесіктен өткізіп, оның алдындағы моншақтың тесігінен шығарып жасап кеттім. Міне достар, байқасаңыздар, екі жағынан да 4 қатардан мен осылай тігіп шықтым. Лесканы жасыруды мана сіздерге үйреттім, солай бір жағының лескісін жасырасыздар. Ал бір жағындағы леска егер ұзын болса, осылай қалдырып кетуге болады. Оны біз әрі қарай жалғастырып тігіп кететін боламыз. Енді осы жерде мұқият болыңыздар. Біз осы бір жағынан 5-ші қатарды бастап, шетіне шейін келеміз, және екеуін қосуды қазір сіздерге көрсетемін. Міне достар, біздер 5-ші қатарды бастап, осылай тігіп шықтық бір жағын. Енді екеуін қосатын боламыз. Ол үшін біз ортада жаңа моншақтарды қосамыз. Лескамыздың оң жақ бөлігіне, яғни оң қолымызға 2 моншақты өткізіп аламыз. Ал сол жақ лескамызға 1 моншақты өткіземіз. Енді 2 моншақ өткізген жағымыздағы лескамызға крючок жасаймыз. Бұл оң қолымыздағы лескамыз. Соған крючок жасап аламыз. Крючоктың арасынан екінші жақтағы лескамызды өткізіп, қатты тартамыз. Сонда бізде жаңа бір қатар моншақ қосылды. Бірақ бір қатармен тек қана қалып қоймаймыз, біз тағы да бір қатар моншақ қосамыз. Екінші қатарда да біз бір жағына 2 моншақ, бір жағына 1 моншақты өткізіп, дәл жаңағыдай қайталаймыз. Мінекей біз 2 қатар қостық ортаға. Бір қатар емес, 2 қатар болады. Шатасып кетпеңіздер. Енді екеуін біріктіру үшін біз төменгі жағымыздағы, яғни оң жақ қолымыздағы лескамызды екінші жақтағы моншағымыздан өткізіп аламыз. Төменгі жақтағы моншағымыздан өткіземіз. Жоғарғы жағына 2 моншақ өткізіп, дәл баяғыдай қайталаймыз. Яғни жоғарғы жағымыз сол жағымызға 2 моншақ өткізіп, оған крючок жасап, қатты тартып, осы 5-ші қатарды соңына шейін апарамыз. Енді бұл екі жерді біріктіру керек. Біздерде екі жақта да 5-5 қатардан тұр. Сондықтан біздерге екеуін біріктіру үшін бұл жерде басқаша қолданамыз. Бірінші жаңа моншақты өткізген кезде дәл манағыдай қайталаймыз. Төменгі жағымызға 2 моншақ, жоғарғы жағымызға 1 моншақты өткізіп, крючок жасап, осылай бірінші тартып аламыз. Енді екінші моншақты қосқан кезде бізде екі жақта да 5-5 қатар болғандықтан біз тек төменгі бөлігіне 1 моншақты өткіземіз. Сосын жаңағы 5-ші қатардан, екінші жақтағы 5-ші қатардың моншағынан жоғары қарай өтіп аламыз. Біз осылайша екеуін біріктіретін боламыз. Мінекей, бізде уже 3 моншақ бар бұл қатарда. Енді жоғарғы жағына 1 моншақты өткізіп, крючок жасап, біз осы қатарымызды аяқтаймыз. Біз бұл жерде сол жағына өткізіп жатырмын мен. Осы жаққа крючок жасап, осы қатарды аяқтаймыз. Осы жерден біз жаңа қатарды бастайтын боламыз. Енді жаңа қатарды өздеріңіз қарайсыздар. Оң жаққа қарай бастағыларыңыз келсе, онда сол жаққа моншақ саламыз, ал сол жақтан бастағыңыз келсе, оң жаққа моншақ салатын боламыз. Жаңа қатарда сіздерге айтқан болатынмын, 3 моншақты бір жаққа өткіземіз. Одан кейін барып, сол жаққа крючок жасаймыз. Ол крючоктың ортасынан екінші жақтағы лескамызды өткізіп, қатты тартатын боламыз. Крючок міндетті түрде моншақтың ортасында қалсын. Осылайша біздерде 6-ші қатар басталады. 6-ші қатарды дәл баяғыдай төменгі жағымыздағы моншағымыздан бірінші төменгі лескамызды өткізіп алып, жоғарғы жаққа 2 моншақ өткізіп, солай жалғастыра береміз. 6-ші қатарымызды аяқтап келгенде дәл осылай болады. Аяқтаған кезде біз соңғы моншағымызға өтетін боламыз. Ең бірінші
төменгі жақтағы моншағымызға өтіп аламыз. Одан кейін мына ең бірінші қатарды бастаған моншағымыз бар ғой, содан өтетін боламыз жоғарыға қарай. Сосын жоғарғы жағынан бір моншақ өткізіп, оған крючогымызды жасап, қатарымызды аяқтаймыз. Енді жаңа қатарды бастар алдын біз бір жағына 3 моншақ өткізіп аламыз. Ана айтқандай, қай жағына өткізсеңіз де өз еркіңіз, бірақ сіздердің бұрылыстарыңыз екі жаққа бұрылатын болады. Яғни оң жақпен тігесіздер ме, мүмкін сол жақпен тігесіздер ме. Солай біз бір жағына 3 моншақты өткізіп, соңғы моншаққа крючогымызды жасап, солай жаңа қатарды бастап кетеміз. Аяқтағанда дәл осылай аяқтаймыз. Біз осылай 11 қатар тігетін боламыз. Мана біздер 4 қатар тіктік төменде, содан кейін 5-ші қатар екеуін бірге қостық, 6-шы қатарды жаңа көрсетіп жатырмын. Содан кейін тағы 5 қатар қосамыз жоғары қарай. Дәл осындай, ешқандай қиындығы жоқ. Соңына келгенде лескімізді төменге қарай жасырып, артығын қиып тастаймыз. Осы жерде мен моншағымды көрсетіп жіберейін. Не байқасаңыздар, ортасы менде үлкен. Маған осы крючок жасауға өте ыңғайлы. Осындай моншақты тауып алыңыздар міндетті түрде. Моншағымның диаметрі 8 мм. Енді бізде екі енінде 8 моншақтан, ал ұзындығында 16 моншақ қалу керек. Біздер осы жерден 8 моншақты есептеп бөліп аламыз. Осылай формасын келтіріп, біз ең бірінші сол 8-ші моншақтан, яғни бір жағынан 8 санап аламыз да, сол 8-ші моншақтан жаңа лескімізді өткізіп аламыз. Бір моншаққа өткіздік, енді екінші моншақ бізде екінші жақтағы 16-ші моншақтан өткіземіз. Екі жақтың бір-бір қатар моншағын алатын боламыз сонда. Енді осы жерде мұқият болыңыздар. Бізде 4 моншақты жоғарғы жағынан жасайтын боламыз. Сонда бізде арғы жағындағы лескіміз, яғни 16-ші моншақта тұрған лескімізға 2 моншақ өткізіп аламыз. Соған крючок жасаймыз. Екінші жағымыздағы лескіден өткіземіз. Сол кезде бізде жоғарғы бөлік пайда болады, яғни бұл біздің сумкамыздың астыңғы бөлігі. Неке байқап отырсаңыздар, осылай жабылып жатыр. Осылай жалғастыра беретін боламыз. Енді екінші моншақ бізде 8 болды ғой, енді біз 7-ші моншаққа өткіземіз бер жағымыздағы лескімізді. Ал арғы жағына 2 моншақ өткізіп, сол 2 моншаққа крючок жасап, біз әрі қарай қатарымызды жалғастырамыз. Сіздерге әдейі жоғарыдан көрсеттім. Міне осылай біз қатарымызды жалғастыра береміз. Байқасаңыздар, жаңағы 16 мен 8-ді қостық. Одан кейін 7 мен жаңағы 16-ға жасаған немізді бірге қосып, 4-еулік моншақ жасадық. Осылай 8-ші қатарға шейін барамыз. Асып кетпеңіздер. Міндетті түрде жанында 8 моншақ қалу керек, соны есептеп отырыңыздар. Екінші жақтағы 16-ші моншақты алып кетпеңіздер. Міне осылай менде қазір 7 моншақ өтіп тұр. Енді 8-ші моншақтан осылай төменгі бөлігіміздегі лескімізді өткізіп аламыз. Одан кейін біз аяқтар кезде мына жақтан да 16-ші моншағымыздан өтетін боламыз. Яғни біздің лескіміз жоғары қарай ауысады. Енді осы жерде біз бір моншақ қосамыз. Біз оң жағымыздағы лескімізға бір моншақ қосып, сол жаққа крючок жасап, екінші жақтағы лескімізді өткізіп, осы қатарды аяқтаймыз. Мінекей бізде алғашқы қатарымыз аяқталды. Енді екінші қатарды бастау үшін біз 15-ші моншақтан өткізіп аламыз. Бер жақтағы лескіміздан 15-ші моншағымызды өткіземіз. Осы жақтан біз 2 моншақ өткізіп аламыз. Оған крючок жасап, біз жаңа қатарымызды бастаймыз. Мінекей бізде бірінші 4 моншағымыз дайын. Енді екінші моншақ үшін біз арғы жақтағы, яғни сол жағымыздағы бір моншақтан өтіп аламыз. Жаңа жасаған қатарымыздағы моншақтан
себебі барлығы бізде бірігіп тұру керек. Еш жерде лескіміз моншақтан өтпей қалмау керек. Ал бер жағымыздағы, яғни оң жақ қолымыздағы лескімізға біз 2 моншақ өткіземіз. Осы жақтан тағы да крючок жасап, біз осы 4 бұрышымызды аяқтаймыз. 4 моншағымызды дегенім ғой. Осылайша жалғастыра беретін боламыз. Сіздерге уже түсінікті шығар деп ойлаймын. Видеода анық қарап алыңыздар, мені сөзімді де тыңдап отырсаңыздар, сіздерге оңай болады. Бұл жақты да аяқтауды сіздерге көрсете кетейін. Міне осылай өткеннен кейін, яғни жаңағыдай төменгі моншақтан біз 15-ші моншақтан да өтіп аламыз. Енді осы жерде біз бір моншақты жоғарынан өткізіп, крючок жасап, осы қатарды аяқтаймыз. Енді жаңа қатарда біз 14-ші моншаққа өткізіп аламыз лескімізді. Енді 2 моншақты өткіземіз. Жоғарғы бөлігіндегі лескіға біз міндетті түрде жаңа моншақтарды өткіземіз. Осылай соңына шейін жалғастырамыз. Міне достар, біздер аяғына жетіп қалдық. Енді қалай аяқтау керегін осы жерде сіздерге көрсете кетейін. Бізден жоғарғы қарай шығып тұрық. Енді біз манағы бірінші, яғни 16 моншақтың біріншісіне келдік қой. Сол біріншіден өтеміз және соңғы 8-ші моншақтан өтеміз. Дәл басындағыдай 16 мен 8-ден өттік қой, сол секілді өтіп аламыз. Сосын бұл жерде енді тек қана бір моншақ қосып отырамыз ортасына. Осы бір жағына моншақ өткізіп аламыз да, крючок жасап, осы қатарымызды аяқтап отырамыз. Бізде 3 моншақ бар, енді 4-ші моншақты тек қосамыз. Мінекей, бізде бірінші 4 моншағымыз дайын. Енді келесіне қалай істейміз? Біз екі жағынан да лескімізден бір моншақтан өтіп аламыз. Себебі бізде деген барлығы жеткілікті, тек бір моншақ жетпей тұр. Сондықтан осы соңғы қатармен, жаңағы тоқып келе жатырған қатарымыздан бір моншаққа өтіп алатын боламыз. Ортасына бір моншақ қосып, крючокпен тартатын боламыз. Осылайша біздің екі қатарымыз бірігеді. Достар, байқасаңыздар, біздер соңғы қатарға да келдік. Бұл жерде дәл манағыдай екі жақтағы лескімізден өтіп аламыз төменге қарай. Бұл жерде біз жаңа моншақ қоспаймыз. Себебі бұл жерде бізде моншақ бар. Бірақ бұл жерде біз крючок жасай аламыз. Ол қалай десеңіздер, бір жағындағы лескімізді жаңағы соңғы моншақтан өтіп, сол лескімізді қайтадан сол моншаққа артқа қарай өткізіп аламыз. Сосын сол жерде тұрған бізде уже крючок болып тұр ғой. Сол крючокқа екінші лескімізді өткізіп, моншақтың ортасына қатты тартып, лескімізді ортасына кіргізіп жібереміз. Видеода міне байқап тұрсаңыздар, мен крючок жасап алдым, екінші лескімді өткізіп, осылай тартып, моншақтың арасына кіргізіп жібердім. Енді біздің артық лескімізді осы қатарларға салып жібереміз. Сонда біздің сумкамыз үзілмейді. Міне осылайша оп-оңай біздің сумкамыз аяқтала қойды. Біз осына лескімізді біраз жерге шейін салғанымыз жақсы, сонда кішкене прочналау болады. Осы кезде біздің моншақтарымыздың арасы үлкен болғаны көп көмегін тигізеді. Өйткені арасынан бізде бірнеше лескі өтетін болады. Міне достар, осымен біздің сумкамыз дайын болды. Жанынан негізі тағы да моншақтар өткізуге болады. Жанындағы ашық қатардың жоғарына 2 моншақ өткізуге болады. Бірақ мен өткізуді қаламадым. Осылай қалдырғанды жөн көрдім. Енді сіздерде мен сияқты бір жағы майысып тұрмайды, себебі сіздер басынан крючокпен жасасаңыздар болғаны.
менің бүгінгі мастер классым сіздерге ұнады деп ойлаймын. Алған білімдеріңіз қайырлы болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарияда қалдыра кетіңіздер. Немесе менің инстаграмыма аяука декорға жазсаңыздар, міндетті түрде сіздерге ответ беремін.